Сәлем достар, бүгін біз қыстық салат, қызылшадан икра салатын жасайтын боламыз. Менде мына жерде 8 кг помидор, 8 кг помидорды мясорубкадан өткізіп, осылайынан газға қоятын боламыз. Помидорымыз қайнағанша араластырып тұрасыздар, өйткені асты күйіп кетпеуі керек. Кейін помидорымыз қайнағаннан кейін қызылшамызды мясорубкадан өткен қызылшамызды салатын боламыз. Менде бұл жерде 4 кг қызылшаны салып, жаңағы араластырып тұратын боласыздар. Кейіннен шынымен бір шыныдай, видеодағыдай сұйық майды құйып, араластырып, тағы да 10 минут қайнататын боласыздар. Мінеки 10 минут қайнады баяу отта. Кейіннен мясорубкадан өткен 4 кг тәтті бұрышымызды салып, тағы да араластырып тұру арқылы 10 минут қайнататын боласыздар. Мінеки 10 минут қайнады. Кейіннен лавровый лист саласыздар, 3 пучок укроп және де 3 домалақ чеснок салатын боласыздар. Осындай қара бұрыш саласыздар. Кейіннен видеодағыдай үлкен қасықпен 2 қасық қант, 2 қасық тұз салып араластыратын боласыздар. Дәміне қарай өздеріңіз тағы да көресіздер, жетпесе салатын боласыздар. Мына жерде менде 10 таблетка аспирин, 10 таблетка аспиринді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылайынан біздің салат дайын болады. Мінеки банкалардың барлығын, крышкаларын суда қайнатып, стерилизовать ететін боламыз. Сөйтіп банкамызға құйып салатымызды орап қоятын боламыз. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.